Санаулы күн қалған кезде сізді директорлықтан алып тастаған. Сол кезде Бейсен ағам айтты ғой маған, Құранбек, есей сен жиық қой өтірік намысыңды бірдеңеңді. Спорт журналистінің ең үлкен марапаты не деп ойлайсыз? Менің жасымдағы журналистер 2-3 жерде жұмыс істемесе бала шағасын баға алмайды. Халықтың ықылас берілі дегенде бір өтпелі нәрсе, және осындай бір маусымдық нәрсе деп қалаймын да. Менің баламнан да кішкентай бала. Әкемнен тартып, шешемнен тартып боқтайды меніңше. Қарқадай журналистер тұрып, ана Ермахан Ыбырайымовты күлкіге айналдырып отқан менің жыным келеді. Елдің айналасындағы жігіттер осы қазақтың сөзін өзімізге дейінгі үлгіде сақтауға тырысып жүрген соңғы ұрпақ сияқты көрінеді. Әлімжанның подкастында мысалы Мессиден гөрі Роналдуды жақсы көремін деген жұрт маған әлі күнге дейін тиісіп жатыр да. Хотя мен Мессиге соны келісіппен айттым. Жағдайым жақсы болып тұрса мен комментаторларға мүлде жыламай кететін. Сәлем достар, бүгін біздің студиямызда ағамыз, спорт комментаторы, журналистер одағының мүшесі, жазушылар одағының мүшесі Есей Жеңісұлы. Есей аға, қош келдіңіз, көргеніңізге қуаныштымыз. Енді Астанаға 13 жылдан кейін оралып жатқаныңызды білеміз, үйреніп қалған шығарсыз енді. Сіз үшін жалпы мына шілде айы басталып жатыр, бүгін 1-шілде. Әңгімені осыдан бастағым келіп тұр. Сіз үшін жалпы бұл күн немен байланысты? Неліктен мұндай сұрақ қойды деп ойласаңыз, жалпы Қазспорт осы 1-шілде күні ашылған болатын. Мен мүлде білмеймін. Рас 1-шілде. Енді сол кезде санаулы күн қалған кезде сізді директорлықтан алып тастаған есімде. Ауыр тигені бізге жанкүйер ретінде де, көрермен ретінде де, сіздің тыңдарманыңыз ретінде де бізге ауыр тиген еді. Сізге де оңай соқпаған анық. Арада біраз уақыт өтті. Сол жара жазылды ма қазір? Ол жара емес. Ол қазір бір күліп қарайтын нәрсе. Ол енді басында жаным ауырды. Мен бала шағамды көк машинамен салып алдым да Алматыға тартып кеттім. Мына әлемді төңкеріп жіберетіндей. Мен кетіп қалсам Астана құлақ болатындай. Құлаған жоқ Астана. Сол өмірін жалғастыра берді. Мендейлердің мыңы келіп мыңы кеткенін дәлелдеп берді. Мен Астананың ештеңесі кеткен жоқ. Бірақ Алматыға барғаныма да өкінбеймін қайтадан. Ол жерде 4-ші перзентім дүниеге келді, 40-тан асқанда. Үй жасадым, бала шағам өсті, Құдайға шүкір. Сондықтан Алматы ешқашан өзгерткен теппейді, ол ғажап қала ғой ол деген. Енді қазір кішкене жасымыз 50-ге таяғанда сол Алматыны қиып тастауға тағы да тура келді. Өйткені бүкіл біздің сала бұқаралық ақпарат құралдары түгелдей Астанада, Алматыда бір ұсақ-түйек жұмыстармен айналысасың. Бала шағаның өзін бағудың өзі кішкене қиындап кетеді. Сондықтан тәуекелдік не де болса келдік. Ал Қазспортқа келетін болсақ, ол әбден қалыптасқан үлкен арна болды. Оны тілеулеспін. Және мен бір кезде директор болдым екен, мен жұмыстан шығарып салды екен деп керілмей, отымен кіріп күлімен шығып жүрміз әлі де. Осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Жаңағындай қатты ренжіп кеткен кезімде мені 2014 жылы, мен 2013-те кеттім ғой жазында. Ашылуға 2 апта қалған кезде. 2014 жылы Қазақстан барысын жүргізуге шақырды осы Қазспортқа. Мен бармаймын дедім, мен осындай керек емес жерге қалай барамын мен деп сөйттім. Өзімше бір ұстаған принцип қой, ана ғой мынау. Қазір қарасақ күлкім келеді. Сол кезде Бейсен ағам айтты ғой маған, Құранбек, есей сен жиық қой өтірік намысыңды бірдеңеңді. Ол халықтың шаруасы ол деген, Қазақстан барысы деген. Сен соны жүргіз деп сөйтті. Сіз тұрақты комментатор болдыңыз ғой? Содан бері міне 2014-тен ба, 2015-тен ба, 2014-тен бері мен тұрақты үздіксіз жүргізіп келе жатырмын. Сол бір ғана сөз мен қатты былай айтқан комментаторға қайтадан оралды да сол Бейсен ағамның сөзі. Сондықтан мен былай өзім ойлаймын, адам мені керексінеді деп жүрмеу керек, өзің керексінуің керек екен. Көп нәрсе, көп жағдайда. Бүкіл қанша кәсіпқой болсаң да, қанша өзіңді жоғары болсаң, қанша кеудең жоғары болса да, өмір оны ұрмайды, қазақша айтқан кезде. Өмір сенің қайта бейімделуіңді күтеді. Сондықтан біз сол жасымыз 50-ге келсе де сол бейімделуге тырысып жүрміз әлі де. Енді сондай сұхбатымыз спорт журналистерінің күні қарсаңында өтіп жатыр. Мереке құтты болсын. Жалпы бұл күн сіз үшін нені білдіреді? Мен бұл арманның орындалуын білдіреді, айтқанда. Өйткені мен 7-8 сыныптан бастап спорт журналисті болуды армандадым кәдімгідей. Сейдахмет Бердіқұловтың кітаптарын жастан оқыдым. Несіп ағамыздың Мексикадағы футбол той деген кітабын бір ағамның Берік деген класстасы бар еді. Солардың үйінен көріп қалып, сөйтсе Айбас деген ағасына біреу туған күніне сыйлаған екен. Айбас, сені туған күніңмен құттықтаймын деп. Барып аттай қылып сұрап алдым ана кітапты. Айбас ағаң бұл кітапты оқып шықсаң шығар, мен алайын деп. Айбас ағаң айтпа деп. Енді ол Айбас ағаның жұбайы Гүлжан дейтін апайымыз еді, біздің геометрия пәнінен беретін.
жақында осы 1-2 жыл болды марқұм болып кетті, аяулы ұстазымыз еді. Сол кісінің кітабын алып кеттім мен. Сосын Мексикадағы футбол мен тыныстан Испания қолыма түсті. Сосын Сәуірбек Бақбергеновтің 13-ші ойыншы деген кітабы қолыма түсті. Іздеп жүріп спорт тақырыбындағы кітаптарды оқи бастадым. Сосын Келеке Құсайынов деген біздің Алматы облысы Кеген ауданында аудандық газетте ұзақ жыл істеген кісінің бір күшті повесі бар. Сол кісі содан кейін көп қолға алмады негізі. Сол футболшы болуға талаптанған бала туралы өте жақсы повесть. Соны оқып шықтым, мен қатты қанаттандым. Соның бәрі қатты қанаттандым. Сосын 1990 жылы 12 жасымда Артекке барғанмын мен. Қырымға, ол кезде бүкілодақтық пионер лагерьден делінетін. Сол жерде мен орыс тілін тәп-тәуір сөйлеп бердім. Содан бастап мен орыс тілінде ешқандай ақпаратты қиналмай ала беретін болдым. Лев Кассельдің «Форворды» деген кітаптарын оқыдым деген сияқты. Сөйтіп, мен осы спорт журналистикасын өзім саналы түрде арнағым келді. Және журналистикаға түскен кезде де менің сол мақсатым сол, соны орындадым деп ойлаймын өзім. Енді сіздіңше спорт журналистінің ең үлкен марапаты не деп ойлайсыз? Білмеймін, соны ойланып көрмеймін. Елге танылғың келеді, көрінгің келеді, адам болған соң кеудеңде біраз нәрсе болады, осы менің еңбегімді білсе, бағаласа деп. Бірақ уақыт өте келе соң бәрі жүрегің дейсің ба, кеудең дейсің ба, тыныштық қалайды да, ештеңе керек жоқ. Спорт журналист үшін менің ойымша мынандай нәрсе бар. Осы жерде кішкене басын ашып алатын нәрсе. Журналистердің бірнеше типі бар. Мен соны өзім тыныш журналистикаға қосамын өзімді. Мен спорт журналистикасы дегенде статистиканы ақтарып, салыстырып, ананың жетістігі мен мынаның жетістігін таразыға салып қарап сондайды жақсы көремін. Ал бір спорт журналистері бар, ана объекті дұрыс салынбай қалды, мынау ақша дұрыс бөлінбей қалды дейтін. Мен ол қатарға жатпаймын. Және ешкім жатқыза алмайды да мен, өйткені менің тақырыбым емес ол. Яғни адам өзінің табиғи бейіміне қарап осы журналист болу керек деп есептеймін. Менің бейімім сол спорт статистикасы. Қазір мен осы жұрттар бір сыра ішіп, моншаға барып демалып отырды ғой. Мен статистика қарасам, маған сол демалыс, одан артық демалыстың керегі жоқ. Енді мерекенің қарсаңында журналистер әріптестеріміз марапат алып жатыр, жаңағыдай түрлі атақ, медаль беріліп жатыр. Жалпы енді осыған байланысты көптеген пікірталас туындап жатқан өзіңіз де оқыған шығарсыз. Жалпы журналистерге осындай марапаттау, мысалға өзгелердің жетістігін жария етіп жүрген жандарды марапаттау, оларға медаль табыстау қаншалықты дұрыс деп Оның несі сөйлeket? Олар адам емес па не? Олар осы қоғамда өмір сүріп жатқан жоқ па? Міне қазір Алматыдан 15, Астанадан 15 журналистке үй беріп жатыр президенттің атынан. Өте дұрыс нәрсе. Сен ақпараттық саясатыңды қалыптастырып отырған солар отымен кіріп күлмен шығып, қазір менің жасымдағы журналистер 2-3 жерде жұмыс істемесе бала шағасын баға алмайды. Өзінің бір бизнес болмаса, немесе бір тендер сындырып, тендерге бір қолын созып сөйтпесе. Ал кәдімгі адал еңбегімен күн көрген адам неге марапатталмауға тиіс? Мен осы жерде де жаңағы журналистер типке бөліп отырмын ғой. Бұл жерде де сондай, мысалы, біреудің қоясын ақтарып, бүйтіп жүретін журналистер өзінің принципіне адал болсын, ешкімнің сөзін сөйлемей сол күйінше кетсін. Ал кәдімгі мемлекеттің барын бар, жоғын жоқ деп жүрген, кәдімгі былай айтқанда бір кетігін бүтіндеп жүрген адамдар неге мысалы үшін марапат алмасқа? Мысалы, мен де осыдан 2 жыл бұрын Ақжелкен журналының бас редакторы болып жүрген кезде ерен еңбегі түштім деген медаль алдым. Енді мен жасым 46 жаста қалдым, енді менің ойымша 46 жастағы адамға берілмеу керек ол. Әшейін емес, мен мемлекеттік нәрсе. Бірақ еңбегімнің еленгені ол да. Сонда тым жас алдым деп тұрсыз ба? Тым кәрі алдым мен. Ол бір 30-35 жастағы адамдар алу керек та оны. Ол қоғамға өзін танытып сол кезіңде. Былай айтқан кезде 46 жас деген ол өмірдің бір белесінен өтіп кеткен кезің саған. Мен құрмет алмадым немесе парасат алмадым деген нәрсе емес. Бірақ енді былай қарап тұрсаң 50-ден асқан адамдарды алып жатыр, 60-тан асқан адамдарды алып жатыр. Соған қарағанда енді әркімнің өзінің өлшемі бар шығар деп ойлаймын. Аға, енді өзіңіз жазушылар одағында, журналистер одағында мүшесіз ғой. Сіз үшін мансап жолында жалпы атақ пен марапат маңызды ма, әлде көрерменнің ыстық ықыласы мен сенімі маңызды ма? Көрерменнің ыстық ықыласы маңызды десең, сен болар болмаса айтқан бір сөзіңе бүкіл қоғам тулап жатады да. Болар ма, эфирде бір болар болмаса айтқан сөзіңе бүкіл қоғам жауығып жатады. Соған қарағанда осы халықтың ықылас берілі дегенде бір өтпелі нәрсе, және осындай бір маусымдық нәрсе деп қалаймын да. Әлем чемпионаты болған кезде сен сұмдық аяулы болып кетесің, сұмдық сорлы болып кетесің. Ол уақытша нәрсе ол. Ал енді жаңағындай мен өз басым осы сіздер айтып отырған комментаторлық бар, мына күнделікті істеп жүрген жұмыс, оны жамбағыс деп қабылдаймын мен. Ал жаңағы жазушылық деген нәрсе ол менің жанымның қалауы. Ол мүлде биік нәрсе ол, асқақ нәрсе ол. Оны күнделікті тіршілікпен араластырғым келмейді менің бір ғой. Мысалы, мені сынап жатқан, менің бір ғана сөзіме ашуланып жатқан 15 жастағы бала, менің баламнан да кішкентай бала. Әкемнен тартып, шешемнен тартып боқтайды менше. Мен оны кешіре саламын. Біріншіден ол өмір көрген жоқ.
екіншіден әке шешесінің тәрбиесі жоқ екені көрініп тұрады, енді ренжімесін. Ол әке шешесі үлкенді сыйла десе бір ауыз сөз айтпас еді ол, мен қанша қателессем де. Үшіншіден, олар менің жанымның түкпірінде не жатқанын білмейді ғой. Мен өзім аялап жүрген нәрселерім бар, аялап жазып жүрген нәрселерім бар, жұртқа ұсынып, ал солар соны оқыған жоқ қой, және бар деп те білмейді да оны. Ал оған мен не үшін өкінемін мысалы, не үшін оған ренжимін, менікін оқымады деп мысалы, көрдіңіз ба? Сондықтан өте былай біздің Жұмабай Шаштайұлы ағамыз айтады, философский қарау керек сондайға деп, философский қарауға тырысамыз. Комментаторлық деп қалдыңыз ғой өзіңіз. Қазір енді өзіңіз әлем чемпионатындағы белді комментаторлардың бірісіз. Әрине әркімнің пікірі әртүрлі, өзіңіз айтқандай. Бірақ сіз қалай дайындаласыз осы комментаторлыққа? Сіздің тәжірибеңізбен, сіздің жүріп өткен жолыңыз? 24-те 7 дайындықта жүреміз. Ол деген, мысалы, әлем чемпионатын, мысалы, адам болғаннан кейін бүйтіп ойлайсың да, өткен жолғы 2022 жылғы әлем чемпионатына жүргіздім, 2024-те Еуропаны жүргіздім, Еуропа чемпионатын, Азия ойындарын жүргіздім. Енді осы жолда шақыратын шығар деген бір үміт болады да. Шақырса екен деген. Өйткені ол қалай дегенде де сенің бір өміріңдегі той ғой ол. Футбол тойы деген ол керемет нәрсе. Шақырса екен деп жүрсің. Сосын құлағы көріне бастағанда дайындала бастайсың. Мына команда шықты, мына команданың мына ойыншысы мынандай екен. Ол 24-те 7 ешқашан. Мен қазір апарып, енді мақтанғаным емес, қазір апарып бір Эсватини және кім дейсем болады, Гаяна құрамаларының арасындағы матч жүргізіп кетемін мен, өйткені мен тәжірибем жетеді. Ешкім білмейтін құрамаларды да жүргізіп. Мен ашып бір-екі интернеттен парақша саламын да жүргізе беремін. Ол ешқандай мәселе емес ол. Өйткені біздің тәжірибеміз соған сай. Өйткені мен 18 жыл үздіксіз комментатор болып келе жатырмын. Жаманды жақсылы деп айтайыншы. Сұмдық да емеспін, супер де емеспін, және жұрттың қоры да емеспін бұл мәселеде. Орта деңгейдегі комментатормын. Керемет комментатор емеспін, өзім білемін. Сондықтан бар ғой, бұл жерде дайындық деген ол былай айтқан кезде әлгі кімнің Қабдеш Мәліктің сәйгүліктер дейтін повесі бар. Сол жерде ана соғыс кезінде бір енді өзім сәйгүлікке тең емеспін. Бірақ сол соғыс кезінде бір сәйгүлікті алып кетеді ғой, ана атты әскерге мінгізуге. Сонда ана сәйгүлік қашып келеді сол жақтан. Сол анау Беларусь ормандарынан қашып келеді. Сонда ол өзін өзі баптады дейді да. Ана жел жаққа шығып, аз оттап, көп тынығып деген сияқты. Сөйтіп 25 күнде ма, бір айдың ішінде ма келеді анау. Бізде комментаторларда солай ғой, біз азоттамайтын шығармыз, тәп-тәуір жейтін шығармыз. Бірақ біз үнемі дайындықта жүреміз ғой. Кез келген, мысалы, сен Әлімжаннан сұрасаң, сен Олжастан сұрасаң, Ермұхамедтен, бәрі дайындықта жүреді. Онсыз болмайды. Сен формаңды беріп қойдың, бітті, ол бірден эфирде көзге түседі ол. Мысалы, Сергей Райлян екеуміз статистика жасаймыз. Сергей Райлянның өзінің шартты белгілері бар, бейт. Мен оның шартты белгілерін мен түсінбеймін. Ол қағазға қарап, сол шартты белгілерін қарап сөйлеп береді. Ал мен қалтамда міне флешкам жүреді. Үнемі Қазақстан чемпионаты міне. Олимпиада, Қазақстан құрамасы бәрі менің флешкам. Мен аша саламын да оны кез келген уақытта ақпаратын пайдаланамын. Көрдіңіз бе? Сондықтан оның жаңа бір есептен ләззат деп отырмын ғой өзімізге. Бір есептен ол азап, мысалы, уақыт арнауын керек болады ол. Мысалы, бүгін кеше Жеңіспен Астана ойнады 2-2. Мысалы, Мәди Хасейіндегі болады, Жеңістегі алғашқы голын соқты. Мен міндетті түрде тіркеп қоямын оны, мысалы үшін. Және оң аяқпен соқты ма, баспен соқты ма, сол аяқпен соқты ма, бөксемен соқты ма, бәрін тіркеп қоямын мен оны. Кім қай уақытта сары қағаз алды, не үшін сары қағаз, бәрін тіркеп. Өйткені мен эфирге барғанда қиналмауым керек. Көрдіңіз бе? Жалпы сіз өзіңіз жазушысыз ғой, жазушының өзінде бір жетіп жататын мұңы, қайғысы бар, оның өзінің ішкі бір ізденісі бар. Статистиканың өзін ізденіп жүресіз, миыңыз шаршайтын кездер бола ма? Мен сол миым сол статистикамен демалады, қайта керісінше бар ғой. Рахаттанам бар ғой, өзім бір неғып отырып, соны жасап отырып, ол біреуге керек па, керек емес па білмеймін, бірақ өзіме керек та ең бастысы. Менде 2008 жылғы Қазақстан чемпионатынан бастап, қазір 2026-ға дейін түгел бар, мысалы үшін. Түгел. Жұртта жоқ нәрселер де бар, жұртта бар нәрселер де бар. Енді алдындағылар 1992 жылдан бері қарай, ол кездегі өкінішке қарай статистика көп сақталмай қалған. Сонымен асықпай, ерінбей барып, бұл кітапханадан сол кездегі шыққан спорт газеттерінің, журналдарын бәрін ақтарып, біразын тіркеп алдым, бірақ нақты деректер жоқ. Ал соны біздің федерация Алматыдан Астанаға көшкенде жоғалтып алыпты деген бір сөз естідім, бірақ қаншалықты көзім жетпейді. Таразда өмір сүрген бір Ерлан деген статистик жігіт бар еді. Сол жігітте бар деп естігем, ол кісімен сөйлесіп едім. Ол кезде мен ол кісінің денсаулығы болмай жүргенін білмедім. Ой, бір жолғайық деді, сөйтіп марқұм болып кетті ол кісі. Ол кісінің қолындағы статистика қайда кеттіні мен білмеймін. Сондықтан бізде 92-ден шамамен бір 10-11 жылдың статистикасы қазір ешкімде жоқ шығар деп ойлаймын. Қазір енді көпшілік комментаторлардан бір тек қана статистика емес, эмоция, сараптама, тіпті шоумендік күтіп жатады, әлеуметтік желіде де жазады ғой. Сіздіңше сол күтетінді бәле болды ғой бізге. Жалпы
кайсысы маңыздыраак деп ойлойсуз осы? Мынандай нәрсе, біз де адамбыз. Эфирде отырасың да, мысалы, сен өзіңнің бір жүргізуші стилің бар белгілі бір дәрежеде. Мысалы, мысалы мен Әлімжандар жастар маған қарағанда. Ермұхамед те менен жас. Ең кәрісі қазір Ғалым Сүлеймен, Сергей Райлан, Есей Жеңісұлы осы үшеу. Шалқар бар, естен төртеуміз. 50-дің ар жақ бер жағындағы жігіттеріміз. Біздің стиліміз мүлде бөлек. Біз осыған дейінгі алдымыздағы дәстүрлерді жалғастырушылармыз. Ал Әлімжандар болса, Еуропа қарашы, бұл қазақтың баласы деген сияқты жұрттың жүрегіне тиетін нәрселерді айтуға тырысады. Ал ол бізге керек емес. Біздің жасымыздағы адамға өйтіп жалт-жұлт етіп отырған жараспайды. Ғалымды да тыңдаңыз, Шалқарды да тыңдаңыз, Сергейді де тыңдаңыз, ешқайсы сондай ұрынбайды. Ұрын дегенде мен бір бәлеге барып ұрынады деп отырған жоқпын. Бірақ ол біздің стиліміздің бөлігі екен. Екіншіден, біз мына осы елдің айналасындағы жігіттер осы қазақтың сөзін өзімізге дейінгі үлгіде сақтауға тырысып жүрген соңғы ұрпақ сияқты көрінеді. Кәдімгі етістік па өз орнында тұру керек, үстеу ма өз орнында тұру керек, сөз таптарының бәрі өз орнында тұру керек деген сияқты нәрсені мысалы. Ал біз кеткеннен кейін, біз комментаторлардан кеткеннен кейін қазақ тілі дәл қазіргі мына қалада балалар қалай сөйлейді, сол ыңғайда кетіп қала ма деп қорқамын. Жұтаңдап. Жұтаң, өйткені ол бар ғой, біз қанша қаламасақ та тіл деген сұмдық өзгеріске алдымен түсетін нәрсе екен ғой. Бұл сен қанша қаласаң да қаламасаң да сенің жұртың қалалық жұртқа айналғаннан кейін тіл де сондай мобильный тіл. Мысалы хайп, хейт дейтіндерді қазір сіздер оп-оңай қолдана бересіздер ғой, а біздің ішімізде міндетті түрде соған баламаз деп тұрамыз да. А кейін баламаз дейтін ұрпақ қалмайды екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазір біз кеттеннен кейін мына етістіктермен сөйлейтін ұрпақты азайып кете ме деймін. Мысалы, әуелеген доп дейді ғой біздің жігіттердің көпшілігі. Негізі ол доп әуелетті болу керек қой. Көрдіңіз бе? Қазақтың негізгі сөзінің ыңғайына салсаң, доп әуелетті болу керек. Әуелетті доп тастады деген. Көрдіңіз бе? Сосын біздің бір тілдің ұтылып жатқан нәрсесі мына ағылшын тіліндегі комментарий тыңдасаңыздар да орыс тіліндегі бәрі көп зат есім, навес, прострел деген сияқты. Қазақ тілде ақырындап соған келеді. Өйткені одан басқа жол жоқ мына әсіресе комментарий мәселесінде. Өйткені сен оқырманға, тыңдарманға тез арада жеткізуің керек оқиғаны. Сен допты әуелетті бірдеңе деп отырғанда 3-4 гол соғып тастауы мүмкін мысалы үшін ше. Сондықтан мен ойлаймын, осы бізбен сол бір сөздің қаймағын ұстауға тырысатын ұрпақ кетіп қалады деп қорқамын. Және солай болады да ол. Мысалы, бүйтеді да, мысалы жұрт мені кінәлайды. Сен эфирде сұлу сөз теріп отырасың дейді да, мысалы үшін. Тұрақты сөз тіркестерін айтасың сен. Ағатай, ол мен теріп отырмаймын ғой, ол менің табиғатым ғой. Менің ауылда өскен қаймағым ғой ол мен мысалы үшін, Мысалы, тақиясына тар келді деген сөзді біз ойланбай-ақ айта саламыз, мысалы, Күнделікті қолданып жүрген сияқты, мысалы, Ал оны мысалы қаланың адамы тұрады да, немене тақия айтып жатыр дейді, мысалы, көрдің бе? Не қатысы бар деген сияқты, көрдіңіз бе? Сондықтан бұл бәрібір жаңарады, бұл бәрібір түрленеді. Бәрібір біздің тіліміз қаламасақ та сол, дұрыс айтасыз, өте қарапайым нәрсеге түседі, қарапайым күйге түседі. Сондықтан тіпті тыңдарманның өзі де қазір қарапайым сөздерді ғана қабылдайтын болуы. Сосын бір нәрсе, біздің өкінішке қарай 35 жыл тәуелсіз ғұмыр кешкенімізде ақпарат әлі де басқа тілдерде көбірек алатынымыз осы салаға да зиян тигізеді. Өйткені футболдағы ақпараттың басым бөлігі орыс тілінде алады ғой балалар, сөйтеді да олар құлағында орыс тілі күңгірлеп тұрады. Ал эфирден қазақша сөйлеген адамның бәрі сөйлекет сияқты көрінеді. Не сөйлесе де бәрі сөйлекет. Мен осыған талай рет көз жеткіздім мысалы үшін. Мысалы, бүйтесің, Есейде эмоция жоқ деген сөз оқисың. Көзің көреді ғой енді. Сосын келесі жолы эмоцияңды қосып жүргізесің. Сөйтсем, мына шалың айғайлап кетті ғой дейді да, мысалы үшін ше. Сонда бұл аудиторияға ешқашан жақпайсың, мойындайсың. Сосын оның және өтпелі екенін де түсінесің. Әлем чемпионаты өткеннен кейін осының бәрі басылып, Есей ешкімге керек болмай қалады. Бұл маусымдық нәрсе, маусымдық нәрсе деп. Сондықтан ол осы мені сынап қойды ғой, осы бір 15 жастағы бала мені сынап қойды ғой, әкесінен неге тәрбие көрмеді екен, шешесінен деп налмаймыз біз. Өтеді кетеді болды. Және ең тоқталғым келетін нәрсе, сөз деген ең қасиетті нәрсе. Кез келген сөз өзіңе оралады. Мысалы, өткен жолы Әлімжанның подкастында мысалы Мессиден гөрі Роналдуды жақсы көремін деген жұрт маған әлі күнге дейін тиісіп жатыр да. Хотя мен Мессиге соны тілеулестікпен айттым. Ол жаяу жүреді ғой, ертең командасына зиян болмай ма деген нәрсені айттым да. Жоқ, менің қазір әкемнен шешемнен тартып боқтап жатқан балалар бар да, мысалы үшін. Мен олардың басымды қатырмаймын, бірден игнорға жіберемін, немесе бұғаттап тастаймын. Ол миында ұртып не қыламын олар мен, мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан сөз, мысалы, сен айтсаң да өзіңе оралады, маған айтқан адамдікіне өзіне оралады. Ешқашан сөз деген ауада бір қалқып қалған емес, осы есінде, кез келген адам есінде болсын. Сен мысалы
қандай сөз сөйлейсің, өмірің сондай болады ғой. Сен пессимист болсаң, өмірің тек қана сәтсіздіктерден құралуы мүмкін. Және мынандай нәрсені айту керек. Қазақта қасиетті не нәрсе бар? Сөз бар ғой. Қазақ зымыран құрастырып жатқан жоқ. Енді құрастырмаса. Қазір енді Құдайға шүкір цифровой ел болып келе жатырмыз. Соның қазақ үлкен кемелер құрастырып жатқан жоқ. Қазақта бір ғана нәрсе бар ғой, сөз деген мысалы үшін. Сөзді қадірлеу керек қой. Көрдіңіз бе? Жаңа мен алаңдап отырғаным да сол. Осы біздің осы 50 жастың айналасындағы жігіттер кетіп қалған соң бір сөздің құнары қалмай қала ма деп. Біз енді керемет сөйлеймін мен, ойбай деп айтпаймын мен. Бірақ біз өзімізге дейінгі Амангелдінің нұсқасын, Сұлтанғали Қаратаевтың нұсқасын, Несіп Жүнісбаевтардың нұсқасын, сақтауға тырыстық дейсіз. Кімнің Сейдахмет Бердіқұловтың нұсқасын сақтауға тырысамыз. Мысалы Сейдахмет Бердіқұловтың Қасқаға мәңгілік деген, Қанат деген повесін оқып көрсінші. Ана спортты қалай жазу керек екенін сұмдық үлгілері тұр да мысалы. Мен ана Жас алаш газетіне Қазақтан шыққан әлем чемпиондары деген жоба бастап, оны бір кітапқа айналдырып қойдым, Құдай берсе, шығарамын соны. Сол жерде сол әлі күнге дейін бізге азық болып жатыр ғой, қараңызшы. Не деген мықты кісілер деймін да, 80 жылғы Олимпиада, анау Олег Түсімхановтың Тұйғын деген повестегі ерлігі мысалы. Соның бәрін бар, бірақ адамдар қарамайды да. Бүгінгі күнмен ғана өмір сүреді. Бұл процесс жалпы тоқтата аламыз ба мысалға біз? Тоқтатудың керегі жоқ, бұл кетеді сол бойда. Өйткені әлем сондай ғой. Өйткені әлем бүйтіп мидай араласып кетеді екен да. Мысалы, сен бір күні анау Латын Америкасындағы бір әнді естісең, ертең ол қазақтың шаңырағында ойбайлап, айғайлап жатады да мысалы. Оған сен ешқандай кедергі жасай алмайсың. Бұл жерде Мадина, әңгіме неде? Әңгіме тұтынушыда ғой. Егер сенде ұлттық тамыр болып, оны бір жанама нәрсе ретінде ғана көріп, негізгі нәрсеңді ұлттық нәрседен алсаң, сен ешқашан бермейсің, позицияңды бермейсің. Ал дүрмекке ілесіп кете берсең, болды, сен де көптің бірісің. Сондай ғой. Мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Өзіңнің балаларыңа, айтқаныңды тыңдатамай отырған кезде, жұрттың баласына ақыл айтып қажеті жоқ. Менің де балаларым қаланың балалары. Мен де балаларыма кітап оқы деп айтам. Күштеп оқытам. Бірақ мен қалағандай оқып жатқан жоқ қой, көрдіңіз бе? Мен қалағандай қазақтың әндерін сұмдық тыңдап жатқан жоқ қой, көрдіңіз бе? Ол әкесінің сөйтіп айтқанын кішкене өткен көзқарасы ескірген адам ретінде қарауы мүмкін де. Ал өзіммен салыстырып көрсем, мен енді әкем ертерек қайтыс болып кетті. Шешемді сұмдық ардақтаған екенмін да. Осы шешемнің көңіліне қарайын, осы кісіні ренжітпейін деген. Ал қазіргі балаларда ондай нәрсе байқалмайтын сияқты өкінішке қарай. Өзіміз нашар екен, нашар ана шығарымыз мүмкін. Аударма деп қалдыңыз ғой аға, сіз енді өзіңіз көптеген терминді, спортты қазақша сөйлетуге ықпал еткен азаматтардың бірісіз. Мен Сұлтанғали аға бар, мысалы көптеген анау терминдерді қазақшаға аударды. Бұл терминдер қазір қалыптасып біздің құлағымызға сіңіп үлгерді ме? Біраз сіңіп үлгерді, бірақ кішкене келіспейтін де тұстар бар. Мысалы үшін комментатор сөздігі дегенге біз мысалы өте жақсы араластық бәріміз. Сол жерде де мысалы мен футболдың шамамен қанша бір 500-дей терминін мүмкіндік қазақшалауға жігіттермен ақылдасып, сол терминдердің шамамен бір 200-дей ма, сондай ғана кірген, және түсініктемесі кірмей қалған қасына. Біз тіпті мына Ахиллова, Сухожилия, анау деген жарақаттардың өзін түгел неғып бергенбіз, мысалы қазақша баламасын медицина қызметкерлерімен, дәрігерлермен кеңесіп отырып, оның бәрі кірмей қалған мысалы үшін. Сосын мынау гол в раздевалку, гол из раздевалки дегенде біз мысалы түйнеме гол, түйдіреме гол деп ұсынғанбыз мысалы. Сен демалысқа кетуді ойлап жүргенде 15 минуттық үзіліске сен түйнеп жібереді ана гол. Ал сен 15 минуттық үзілістен шығарған сен түйреп жібереді ана. Ол кетер аяқ гол деп мысалы сөйтіп қойыпты да мысалы. Кетер аяқ той болып жатқан жоқ қой мысалы. Осыны келіспейтін де тұстар бар мысалы, көрдіңіз бе? Сондықтан және бәрі мына нәрсе біздің ең қатеміз не? Бәрі мен ойлағандай болса екен дейді да. Ешқашан адамның ойлағандай болмайды ғой өмір. Сондықтан келісуге тура келеді. Мына репортаж жүргізіп отырған адамдар бізге неге көп ренжиді білесіздер ме? Оның көкейіндегі сөзді айтпаймыз ғой біз. Сөйтіп жаман жүргізетін болып шығамыз да. Ал оның көкейіндегі сөзді айтшы, бітті, сенен жақсы адам жоқ, сенен жақсы комментатор жоқ. Сондықтан бұл жерде не тұр? Адамның санасында таразы тұру керек. Былай бүйтіп көреді. Менен де бөлек көзқарас бар. Иә, вот дұрыс айтасыз. Ол менің пікірімді сыйлау керек. Сенің пікірің ба, мен сыйлаймын. Сондай әңгіме ғой. Енді соңғы жылдары жас комментаторлар да көп шығып жүр ғой. Жалпы комментаторларға, бүгінгі комментаторларға ең керек қандай қасиет керек деп ойлайсыз? Мен жалпы осы сұраққа ылғи бір ғана сөзбен жауап беремін. Білім керек бәрімізге. Қайсылығы ол комментатор бола ма, ол құрылысшы бола ма, ол энергетик бола ма, ол жобалаушы бола ма, айтишник бола ма, бәріне білім керек. Білімсіз ештеңе болмайды. Мысалы, кеше қараңыз, Венесуэлада жер сілкінісі болды, бет аулақ 70 мың адам хабар ошарсыз кетсе деп жатыр ғой, 3 мың адамдай мысалы өлгені табылып, мысалы өлмеген шығып жатыр деген сияқты.
сонда Беларусь құрылысшылар салған үй мызғымай тұр екен мысалы. Ал өздерінің салған үйлер түгел кәдімгі шелпек болып кеткен, қазақша айтқан кезде. Ал сонда ана құрылыстың талаптарын сақтап біліммен салған болып тұр ғой сонда Беларусь құрылысшылар. Көрдіңіз бе? Міне осындай нәрсе сенің еңбегің бәрібір көрінеді. Сен қаншалықты кәсіби тұрғыда атқарып жатсың, қаншалықты жанкештілікпен білім жинап соны атқарып жатсың, бәрібір көрінеді. Және қазіргі жастар көп түсіне бермейді. Мына жасы біраз жер ортасына келген кезде қоғам білімді адамдар бәрібір қажетсінеді. Бәрібір солардың пікіріне сүйенеді. Бір экономист мысалы қайта эфирден жылтыңдап демей ақ қойыңызшы, қайта эфирден көріне беруі мүмкін. Неге? Өйткені ол білімді адам болған соң жұрттың бәрі жүгінеді де оған. Мысалы үшін. Ол экономист өзі жауап беріп отырып, өзінен жалғып кетуі мүмкін. Мен бұл сұрақты ана арнаға да жауап беруім мүмкін, мына арнаға да жауап беруім мүмкін. Бірақ қажетсінеді қоғам сөйтіп. Сол нәрсе мысалы. Білімді адам бәрібір қажет болады. Бәрібір қажет болады. Талай мысал келтіруге болады оған. Ол мысалы ақын жазушылардың ортасында да білімділер өте жоғары бағаланады. Ол кәдімгі қарапайым журналистердің ортасында өздеріңіз білесіздер, білімділер өте жоғары бағаланады. Осының білмейтін бейтасында дейді мысалы үшін. Сондықтан менің ойымша бір ғана осы сұраққа білім керек жігіттер. Кітап оқу керек. Тіпті бар ғой, мен сол әлімжандардан байқаймын, мен кейінгі нелер ғой, буын ғой олар. Олар кітапты оқитын өз алдына, кейде мына аудио кітаптар тыңдап жүреді. Ал бізге ол сіңбейді ол. Бірақ қазіргі заманның балаларына ол да мысалы, мен мысалы кімнің Чак Паланиктің «Бойцовский клуб» деген романын оқып жатсам, бір жол осыдан 3-4 жыл бұрын, мен ана аудиосын тыңдағым деп қойды, әлімжан айтады. Аудиосын тыңдап адам деген ләззат ала ма десем, аға бізге сол жақсы дейді. Мен оны әлімжан сен неге кітабын оқымайсың, аудиосын тыңдайсың деп мен оған ұрыса алмаймын. Өйткені оның таңдауы сол және қабылдауы сол. Көрдіңіз бе? Ең бастысы білім алса болды, ол қалай жағдай. Және сол білімді керегіне жаратса болды. Енді ағасы өзіңіз айтып ғой, 20 жылдай болды комментаторлықта жүргеніне. 18 жыл болды. 18 жыл болды, иә, мысалы. Қазір жас буындар көп, жас буынның өкілдері көп. Комментаторлық қалай өзгерді? Сіздің ойыңызша? Комментаторлық мобильді болып келе жатыр. Сосын жаңа қарындасым да айтып қалды ғой. Қазір эфир көп. Жас комментаторларға тәжірибе алаңы өте көп. Бұрынғыдай айында жылында бір эфир болып, сонымен жүре бермейді емес. Қазір мысалы біз тіпті міне Қазспортта әлем чемпионатын жүргізіп жатсақ, жігіттер Уимблдонды қоса жүргізіп жатыр. Дзюдодан гран-прилер қоса болып жатыр. Ұлттық спорт түрлерінен жарыстар қоса болып жатыр. Мен мысалы арасында бар бәйгені жүргізіп келемін мысалы. Бокстан жарыстар. Бокстан жарыс. Сондықтан қазір жігіттер өсем десе, тәжірибені молайтам десе, алаң көп. Тіпті бір емес бірнеше спорт арнасы бар. Сетанта бар қазір, Алматыда Спорт плюс Қазақстан бар мысалы үшін. Сондықтан қазір ешқандай кемдік жоқ. Менің ойымша әлі де сол жаңағы тілдің мобильділігі осы жерде жаңағыдай біз қаласақ та қаламасақ та бәрібір келеді. Өйткені қалай дегенде бәсеке ғой ол. Бір-бірінен асып түсуге тырысады жігіттер, және ондай бәсекенің болғаны да жақсы. Енді комментаторлықта тәжірибе маңызды ма әлде талант па? Екеуі де керек пе? Екеуі де керек шығар енді. Білмеймін. Мысалы мен өз басым тәжірибе деп ойлаймын өзімдікін. Өйткені мен 1998 жылы алғаш Жасыл Алашқа жұмысқа орналастым. Спорт бетін Бақтияр ағамен бірге жазып жүрдім. Сонда 10 жылдан кейін мен комментаторлыққа келдім. Бірақ өзім іште ойлайтын, мені шақырса ғой осы. Менің де біраз тәжірибем бар ғой деп. Бірақ өзімнің басты кінәм, қатем табиғи жаратылысымда өте жылдам сөйлейтінім бар. Соны басты қате көретінмін мен. Эфирге жарамайды ғой менің даусым деп ойлайтын. Сөйтсем жаңа өзіңіз айтқандай тәжірибемен ақырындап оның бәрін реттейді. Мысалы Жүсіп Қисымов деген ағам бар, қазір 90-нан асып кетті. Спорт газетінде ұзақ жылдар. Сол кісі маған звондайтында айтады: "Есей, жасың қанша?" деп. 40-қа келіп маған: 40-тасың ба?" "Иә." Енді тез сөйлемесеңші сен басалқы сөйлейтін уақытқа жеттің ғой деп. Сөйтсем ол кісінің тілелестігі екен. Ал бірақ менің табиғи жаратылыста зымырап сөйлеймін да, тоқтамай. Бірақ футбол динамиканың спорт емес пе енді, оған жылдам сөйлеу керек те шығар. Жылдам да сөйлеу керек, бірақ енді адамдар онды ұнатпайды ғой. Адамға жағу қиын ғой жалпы. Жаңа аға айтып отырсыз ғой өзіңіз, сын көп естідім деп ес. Енді жалпы комментаторлардың қай кезде де сыны қатар жүретіні анық қой қатысты. Осы тұрғыдан алғанда сіздің жаңа өзіңіз айтып өткендей Роналду мен Мессиге қатысты сөздеріңіз өте көп қоғамда талқыланып кетті. Оның үстінде баласы бар, шағасы бар, бәрі әйтеуір пікір білдірмеген адам қалмады. Сіз сияқты спорттың отымен кіріп, күлімен шығып жүрген адам үшін, спорт журналистикасына кәдімгідей бір адамдай еңбек сіңірген тұлға үшін осындай кішкентай балалардан сын есту қаншалықты қиын? Үйреніп қалғанбыз ғой біз. Үйреніп қалғанбыз. Және кешіріммен қараймыз. Мынандай нәрсе, ол сынды кім айтып отыр деп қарайсың да біріншіден. Егер қоғамға айтар бар,
адам болса, кәдімгі қоғамда орын иеленген, сөзін адамдар тыңдайтын адамдар болса, олармен санасасың. Мысалы, мен жүсіп қисын болған бекер айтып отырған жоқпын. Маған Сұлтанғали аға ақсақал звондайтын да, есей, сендер неге қарымта шабуыл деп айтасыңдар? Ол қарымта шабуыл емес, қарсы шабуыл болу керек деп. Мен ол кісінің дереу құлағыма құйып алатынмын. Өйткені тыңдайтын адам ол, тәжірибесі бар адам. Ал мен 15 жастағы, 14 жастағы, 9 жастағы бала айтып жатса, одан не тәжірибе аламын мен? Маған оның тәрбиесіздігі ғана көрініп тұрады, болды. Мен боқтайтындай әкесін өлтірген жоқпын. Боқтайтындай жеті атамды түгендейтіндей мен барып оның көзінше кісі бауыздаған жоқпын, қазақша айтқан кезде. Мен Мессиге сондай сөз айттым, оған бола ертоқым бауырын алып турайтындай ештеңе болды деп ойламаймын. Мысалы үшін менің айтқан нәрсем, Месси әлем чемпионатын алды ғой, Криштиану Роналду да алсын деген тілеулестік қана. Екіншіден жаңа айтып өттім, Месси жаяу жүреді, менен де жай жүреді, ертең ол командасына зиян болмай ма деген нәрсе. Соны аңғармай отыр ғой. Ал аңғармаған үшін мен неге кінәлі болуым керек, мысалы үшін? Иә? Және мен пікірімді айтуға не емеспін бе? Құқым жоқ па осынша жыл өмір сүргенде? Екіншіден, мен футболда жеңе беретін командаларды онша ұнатпаймын. Аргентина 3 рет алып, біраз тоқтай тұрса екен деп ойлаймын. Нидерланд осы жолы жеңіліп қалды, сол алса екен деген. Португалия алсын деп едім, оның ойыны нашар болып жатыр. Бірақ қыза шабатын шығар деп отырмын, мысалы үшін. Сондықтан мен мысалы 22 әлем чемпионаты өтті осыған дейін. 8-ақ әлем чемпионы, 8-ақ команда. Бұл өте аз. Ал 8 миллиард адам болатын болса, соның 7 миллиард футболға қызығады. Ол 7 миллиард адам үшін 8 чемпион деген аз ғой. Әділет болу керек қой дейінші. Мысалы мен Лестер мысалы 2016 жылы чемпион болғанда менен артық қуанған адам жоқ мысалы үшін. Неге Манчестер Юнайтед пен Сити немесе Арсенал демей ақ қояйын енді. Сондай бір командалар чемпион бола береді. Неге Лестер шықпасқа мысалы үшін? Маған солай. Ол бұқаралық ойын ба? Бұқаралық сипатта болу керек. Өзіңіз комментатор ретінде ең ауыр сөз естіген өзіңіз? Ой, сендер біздің не естіп жүргендерімізді білмейсіңдер ғой. Кәдімгі әке-шешені тапқанға мен 87 жылы өліп қалған әкем наразы болып кететін шығар деп ойлаймын. 87 жыл 44 жасында бір болмашы аурудан кетіп қалған әкетайымның әруағы шулап кетпесін деп қорқасың ғой, шыны керек. Әйтпесе мен мысалы ешкімде алталасы бес бересім жоқ. Мен мысалы түңілгенім емес. Осы Астанада бір жол комментаторлық шаруамызды аяқтап кетіп бара жатырмыз. 10 автобуспен неге қарай? Алматыдамын ғой. Әуежайға қарай. Сөйтсек бір 10 жастар шамасындағы топ бала мінді. Болашақ футболшылар екен. Сосын біз енді Сергей Райлан бәріміз отырғанбыз. Дуылдап сөйлеп аналар кішкене басына көтерді. Сосын балалар қойыңдар деп бір айттым. Қоймады. Балалар қойыңдар деп бір айттым. Бір кез айттым. Әкең қаншада дедім. Әкем 39-да дейді. Әкеңнен мен 7 жас үлкен екенмін. Әкең саған дабырлама, қоғамдық орында неғыма тәртіп сақта, бұл автобус деген қоғамдық орын өзінің әдебі болу керек деп айтпаймыз, айтпайды дейді. Онда мен ақымақ екенмін саған ақыл айтып тұрған дедім. Оның әкесі айтпаған нәрсе үшін мен неге күйуім керек? Әкесі үлкенді сыйла. Есей деген жаман жақсылы осы азды көп қазақтың сөзін сөйлеп жүрген адам оған өйтіп айтпа десе, кез келген бала тыйылатын еді мысалы. Әкесі қоса боқтайтын болып тұр ғой соған қарағанда, мен отырып алып, көрдіңіз ба? Мессиді жамандағаным үшін. Мессиді мен жамандаған жоқпын былайынша. Көрдіңіз ба? Ақталғаным емес, бірақ солай. Жаңа айтатын нәрсе сөз міндетті түрде ұрылады. Мен қателесіп Мессиді қателесіп айтқандығымнан сөз маған ұрылған шығар, бірақ ертең оларға да сөз ұрылады. Осыны ұмытпау керек. Ал ұрпақ сабақтастығы туралы не айтасыз аға? Қазір ол бар ма? Шошимын мен. Қаншалықты сақталды? Шошимын негізі. Ол негізі қазақ қала халқы болсын, индустрияланған ел болсын деп қалаймыз ғой, бірақ бәрібір тамыр болу керек екен адамда. Үлкенді сыйлау, ата-ананы сыйлау. Мысалы кеше Сайбари барып анасымен тойлап жатыр да, мысалы бүкіл әлемде сол үлгі болып жатыр да, мысалы үшін. Немістер қызығып жатыр, ойбай біз сол институтты жоғалтып алған екенбіз. Ертең сол да біздің басымызға келмей ма деп қорқасың да, мысалы. Әкең ана жақта, шешең ана жақта. Ешкімнің ешкімде шаруасы жоқ, сен мен дүниеге келдің болды деген нәрсе. Сол қала халқы болса екен дейсіз, бірақ қаланың ең жаман әдеттерін сіңірмесе екен деп ойлайсың да. Қаланың кішкене қатыгездігі, мына адамның адамға деген бір мейірімсіздігін, сосын мына қалай десем жауыздығын алмас екен деп ойлаймын да, мысалы үшін. Мысалы менің қазір жігіт болып қалған ұлым бар, 18 жаста, Казгуде оқиды. Мысалы ассалаумағалейкум деп амандасты деп құлағына құйып мысалы, қазір адам көрсе амандасады да, былай үйге келген кісіге, басқа, бірақ бәрібір кемшін түсіп жататын тұстарын байқаймын да. Біз өткен біздің кезімізбен салыстырғанда біз қандай бала ұрпақ болдық. Біз мысалы менің әкем ертеге қайтып кетсе де мен ауылдың шалдарын көріп өстім. Мысалы Жөкен деген ауылда ақсақал болды, әңгіме керемет айтатын. Ой, Қақан деген атамыз біздің көрші. Сол кісі мына таңертең мал айдаймыз, жотаның артына сиыр немесе қой айдаймыз.
бүйтіп шынтақтап жатып алатындай әңгімені соғады. Ана кісінің әңгімесі сұмдық енді. Қазір ойласам қанық әңгімелер екен ғой. Сәрсенбек деген бүркітші атамыз болды. Бүкіл мына француздар келіп, арнайы тікұшақпен келіп, сол кісіні ауылдан алып кететін. Тікұшағына біз жармасып ойнайтынбыз. Сол кісі бізге мына ат баптаудың бәрінің бабын қалай құлағымызға құйды мысалы үшін. Қазіргі балалар соның біреуін көріп өсіп жатқан жоқ қалада, көрдіңіз бе? Оны газетпен, оны теледидармен және кітаппен орын толтырғым келеді, бірақ көз көрмегеннен кейін бәрібір. Сондықтан мен осы тұрғыда өзім былай айтамын, біз қосмекенділерміз деймін да. Біз ауылға барсақ та оп-оңай өмір сүріп кетеміз. Мен мысалы ауылға барсам да оп-оңай малдың асын тазартып жіберемін. Ештеңе емес та ол. Өйткені мен бала шағамнан көріп өскен нәрсем. Анам қайтыс болған кезде қырқына барып жатырмыз. Ұлым Ильяс, соған әдейі отын жарғыздым. Сөйтсем, әшейін техникасын білмейді екен да. Бүйтіп аяғын қойып, балтамен ұрып, техникасын білмейді екен. Былай қиырлаңдайды, былай қиырлаңдайды. Сол жерде мен өзімнің кінәмді көріп тұрмын да. Әкесі ретінде мен оған үйретпеген ғой, көрдіңіз бе? Сосын тұрып аласың, Ильяс, аяғыңды былай қоясың, балтаны былай істейсің. Ана күшін мына жеріне тастайсың. Аяғыңа тигізіп алма. Міне мынау бөлгенде мынаны қайтадан тоқпаштаудың қажеті жоқ. Аяғыңның ортасынан бассаң белі сынып түседі деген сияқты. Басынан бастап үйретуге. Ал оны бізге ешкім үйреткен жоқ. Біз өмірден көріп өстік. Ал қазіргі балаға соның бәрін көрсетуің керек болады. Және мына спорт терминдерінің көпшілігі қазір біздің сол өткен өмірімізден ғой. Мысалы осы футбол терминдерін қарағанда біз қазақтың мына соғыс өнерін көп зерттедік. Сөйтсек жаңағы артқы жартылай қорғаушы немесе орталық жартылай қорғаушы дейміз ғой. Сол тұста тұтқауыл дей салуға болады екен мысалы. Бір сөзбен. Опорная зона деген тұтқа тұс деп салуға болады екен. Мысалы қазір айтабан деген сөзді біз қолданып кеттік. Ана ошақтың орны қалады ғой. Жұрт көшіп кеткеннен кейін жұртта қалады ғой. Сол айтабан дейді екен мысалы. Қазір пенальти нүктесін біз айтабан деп жүрміз мысалы. Шыға салып, бәйгеден шыға салып қыза шабатын атты бірден алдыүзік дейді екен. Біз фаворитті қазір алдыүзік деп жүрміз. Көрдіңіз бе? Біздің өмірімізбен тікелей байланысты нәрселер да мысалы. Неге оны қолданбасқа? Демек, соны біз эфирден айтып өтсек, ертең бала отырады да бұл не екен деп ертең түсіне бастайды ғой ақырындап. Демек, өзінің қайнар көзіне оралады. Мысалы, қапталдағы жалауша оны ту тұғыр деп алуға болады екен. Өйткені ана қосын жасақ жиылатын жерге тігетін туды ту тұғыр деп айтады екен мысалы үшін. Өте келіп тұр ма? Келіп тұр мысалы. Соны біз ақырындап енгізіп жатырмыз, бірақ оны жаппай да қолданылып кеткен жоқ, бірақ ақырындап келе жатыр. Енді әне-міне дегенше әлем чемпионаты да ортасына таяды ғой. Жалпы осы уақытқа дейінгі турнир көңіліңізден шықты ма? Бұл мундиалдың басты ерекшелігі неде болды деп ойлайсыз? Бұл мундиаль сол ерінбеген бәрі қатысқанынан қалды деп ойлаймын. 48 көп негізі шыны керек қой. 48 команда. Бірақ енді былай қарап тұрсаң, FIFA-ға мүше, жалпы әлемде 196 мемлекет бар, тәуелсіздігі мойындалған, иә. Ал FIFA ана Фарер сияқты, жаңағы Кюрасао сияқтыларды қосып алып, андай бір мемлекеттің құрамдас бөліктерін қосып алып, 210 ба 217 мүшесі бар қазір. Сол 217 елге 48 ел деген былай қарасаң тәуір көрінеді, жап-жақсы көрінеді. Бірақ енді 104 матч, 39 күн бұл деген адамның тағатын тауысып жіберетін нәрсе ғой. Менің ойымша сол ең дұрыс нәрсе 32, өйткені үздіктің үздігі сүзіліп шығады, және ол жерге де барып шойында ұтылып жатқандар болды ғой. Мысалы Катар мысалы өткізді да, өз елінде шойында ұтылып қалды мысалы. Биыл да қатырған жоқ мысалы. Бір ойында тең түсіп соны риза болып қайтты. 0-6 Канададан 0-6 болып қайтты мысалы. Соған кішкене ренжисің да мысалы. Бірақ енді былай қарасаң, жаңа өз сөзімде өзім қайшы келемін осы жерде. Футбол деген 8 миллиард адамның ойыны қатыссын дегің де келеді да, бірақ ар жағында бәрібір қаржы мүддесі жатыр ғой мұның. Пайда табу, пайдаға кенеледі. FIFA бір пайдаға кенеледі. 104 матчтың 78-ін өткізетін ақш пайдаға кенеледі мысалы үшін. Оның ар жағында үлкен геосаяси мәселелер жатыр да. Иранды мысалы былай айтқанда артынан теуіп қуып жіберді мысалы үшін. Ол да мысалы кейбір ойыншыларды мысалы ана Сомалидің төрешісі барып еді, оны шекарадан өткізбей қойды мысалы. Оның не жазығы бар мысалы. Елінің халықаралық аренадағы беделі сондай болған үшін ол неге кінәлі болу керек деген нәрселер туындайды да. Сондықтан мен өз басым мынандай қате терміштегім келмейді. Журналистикадағы менің бағытым да сол. Қате термішін мен керісінше бір нәрсені түсіндіріп бергім келеді да. Жаңағы жетістіктерін мысалы Испания бір рет чемпион атанса, оның жетістіктерін түсіндіріп бергім келеді деген сияқты. Аргентина 3 рет атанса, оның мынандай тұлғалар бар. Бірақ бәрібір қателіктер көзге көріп тұрады екен да мысалы үшін. Бәрібір кішкене футбол мерекесі болған соң ол кәдімгі үлкен мереке атмосферасында болу керек. Бұл жерде бәрі бүйтіп жүрген сияқты көрінеді. Бүйтіп қай жерден жаза бастын деп мысалы өзбекстандықтар футболшылар кеденнен өткен кезде мына тігісіне дейін тексерді ғой тіпті. Не көрінді сонша? Не болды сонша деп ойлаймын да мысалы үшін. Сонда стан деген жалғау жалғанған үшін
неге сен кінәлі болуға тиіссің? кеше америкалық актер бір айтты ғой, бұл ең бір жексұрын әлем чемпионаты, себебі бұл жерде кәдімгідей саяси тұрғыда өте бір ауыр дүниелер жасалып жатыр дейді да. Мысалға мұсылман елдеріне көп қысым бар дейді. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, Иран сияқты елдерден келген футболшыларға тактика туралы емес, сіздердің елдегі жағдай қалай, сіздерде мысалға қысым көрсету жағы қалай деген сияқты сұрақтар қойылады дейді. Журналистердің өзі солай сұрайды дейді. Адамзат өзі осыны қолдан жасады ғой. Тып тыныш тұрған, жап жақсы технологияға сүйеніп дамып келе жатқан әлемді терроризмге бұрып жіберді ғой. Өздеріңіз білесіздер, ол 2001 жылдан басталған, жақсы білесіздер. Сондықтан бұл біздің заманымызда біз көруге тиіс нәрсе. Амал жоқ. Негізі есі дұрыс қоғам болатын болса, қазір қоғамды дамытып, цифрлық қоғамды дамытып, жаңағыдай осындай спорттық бәсекелерді алға шығарып, мысалы, бір адамның күшін сондай ареналарда көру керек та, андай қолына қару ұстап немесе дронмен бір-бірін атқылап емес. Мысалы үшін. Қазір дрон дегеніміз үлкен технология. Сонда адамзаттың ақыл ойы бір-бірін қыруға кетіп жатыр ғой сонда. Өздері жасаған инфрақұрылымның бытшын шығаруға кетіп жатыр. Қалаларды талқандауға кетіп жатыр мысалы үшін, иә? Мысалы үшін. Қанша мен мынандай нәрсеге қиналамын. Дүңк өткізіп бір жерде бір мысалы жаңағы БПЛ түсті, иә, ұшатын басқарусыз ұшақ түсті. О тұрған жерін мектепке түсті, андыға түсті, мұндаға түсті. Қаншама арман өліп кетті. Қаншама адам мысалы көкірегінде арман бар еді, мен бүйтсем, сөйтсем, қоғамға пайдам тигізсем, мен болмаса әке-шешеме пайдам тигізсем деген адам өліп кетіп жатыр. Біз олардың көкірегінде не кетіп жатқанын білмейміз. Мысалы, көрдіңіз ба? Сонда бұл адаммен санаспайтын дәуір орнатып алдық қой біз, өкінішке қарай. Қахармандар керек. Месси сияқты, Роналду сияқты, Кейн сияқты, Мбаппе сияқты қахармандар керек. Бірақ оның айналасындағы құрбандықтар қаншама мысалы. Бірақ жалпы өмір жайлы ойланып келген кезде, тәжірибе жинап келген кезде мынандай пікірге келеді екенсің. Адамзат ешқашан ақылды қоғамда өмір сүріп көрген емес. Ешқашан. Біз мысалы Иисустың туған күнінен бастап 2026 жылда өмір сүріп жатырмыз ба? Туған жылынан бастап. Оған дейін де ақылды қоғам болмаған, оны кейін де болған емес. Және болмайды да. Өйткені адамның бір соқыр амбициясы, кеудесі бәрібір алға шығып тұрады. Мешеулер басқарады екен көп жағдайда. Көп қоғамда көп мешеулер басқарады екен да. Мешеулік талғаммен өмір сүреді. Амал жоқ, мойындауға тура келеді. Бірақ енді әлем чемпионаты қайттан оралып. Иә, сіздің көңіліңізден шықпаған қандай құрама бар? Үміт артып, бірақ үмітті ақтай. Кореяға ренжідім мысалы, тәп-тәуір бастады, шашылып түсті. Чехия мысалы үшін, мен соучуктер, цуфалдар, шашиктер бірдеңе істейме деп тіпті бұрандалардың бәрі бұралып, қайда түсіп қалғанын білмей қалды. Сосын Катар мысалы үшін, қаншама бай ел мысалы үшін бір жақсы құрама жасақтауға болатын еді деп есептеймін. Осындай ренжіген құрамалар бар енді былай қарасаң. Мысалы, бірінші ойынды жүргіздік қой Мексика мен Оңтүстік Африканы. Мына Оңтүстік Африка немене қан қылып жүр мына жерде деген ой болды. Бірақ ойын сайын түрленіп, тәп-тәуір өсіп отырды мысалы үшін. Сондай бір командалар кейде ойынды жоққа шығаратын риза болып қаласың да, ал кейбіреулер керісінше құлдырай түседі мысалы үшін. Иә? Мысалы Швеция мысалы үшін басында жақсы бастап болды, артынан жел шыққанда ұқсап нашар болды. Кеше мысалы Франциядан айқын сөзсіз ұтылды ғой енді мысалы. Кабо-Верде секілді құрамалардың жаңағыдай ұпайсыз келесі кезеңге өтіп кетуі. Жеңіссіз өтіп кетуі бұл футболдың өзгеріп жатқанын аңғарта ма? Енді бар мен базар дейді ғой. Олар Кабо-Верде осы әлем чемпионатындағы ең қарт құрама. Орташа жасы 29-да бірдеңе ме, 30-да бірдеңе ме сондай. Енді қақпашысы Вожиния 40 жаста болса ойлай беріңіздер. Ол командалардың одан басқа жолы жоқ қой. Олар супер шабуыл жоқ оларда. Қорғаныс. Сондықтан қорғанысқа екі қатар түзіп алады да, сонымен жүреді. Арасында бір әлгі Команенсияның шуылдап барып Германияға гол соғып кеткен сияқты бір оқиғалар болуы мүмкін, бірақ оның өзі сирек болады мысалы үшін. Сондықтан бармен базар. Бірақ менің ойымша осы Кабо-Верде сияқты құрамалардың осылай бір ерлік көрсеткенде дұрыс, бүйректен сүйрек шығарғанда дұрыс. Өйткені бәрі біз қалағандай заңдылық бола бермейді ғой. Мысалы үшін Кабо-Верде қара көбейтіп жүре берген дұрыс деп есептеймін. Және ол командалар ертең сұмдық бір ширек финал емес, жартылай финалға жетеді деп жан ойламаймын. Енді Германия құрамасы қатарынан 3-ші рет әлем чемпионатында ерте сүрінді ғой. Жалпы бір кезде әлемдік футболдың эталоны болған құраманың бүгінгі мәселесі неде деп ойлайсыз? Енді оларда мысалы бұл жағдайдың болатыны сонау 2017 жылдардан басталып белгіленді. Көрініп тұрды. Өйткені 2017 жылы
2014 жылғы әлем чемпионы атанды, 2017 жылы конфедерация кубогына қатысты бұлар. Сол кезде мына Горецкалар, Хаверцер сол кезде шыға бастады. Бірақ бұрынғы калибрдегі ойыншылардың жоқ екені байқала бастады. Швайнштайгер сияқты, Баллак сияқты, кәдімгі Нойердің сол кезде жұлдызды кезі сияқты мысалы. Мысалы қараңыз, әлем чемпионатының финалында Марио Гетце деген ойыншы гол соғады да, содан кейін жел шығып кетеді жаңағындай. Қазір Айнтрахт командасында бар жоғы белгісіз мысалы үшін. Анау менің құрдасым, сосын Германияның басты қасіреті неде? Бір ғана команда ол жерде үстем ғой, бүкіл команда. Бавариядан мысалы. Бавария ғана, басқаларына мысалы. Анда-санда бір Штутгарт төбеге тұрып қалады. Боруссия кішкене әйтеуір бүйтіп не қылады. Лейпциг әйтеуір арасында қазір. Бірақ бәрібір бәсекелестік емес. Иә. Ал сыртқа кетіп жатқан неміс ойыншылар және әлемдік деңгейдегі жоқ. Мысалы Кимих дейді, мысалы Кимих байқұсты қайтадан оң қапталға апарып қамап қойды, негізі ол ортаның ойыншысы деген сияқты. Көрдіңіз бе? Кезіндегі Лам сияқты ойыншылар мысалы мүлде жоқ қатен. Орталық Матс Хуммель сияқты былай тірет шыққан өткізбейтін ойыншылар мысалы қазір жоқ. Сондықтан бұл заңдылық. Және ең басты қателік Нойерді қою болды да бұл жерде. Бауманға сенім арта беру керек еді негізі. Сосын мына Мусиаланың да жарақаты болды мысалы үшін, иә. Оның бәрі көрінбей қоймайтын фактор ғой. Ундав мысалы үшін. Ол шабуылшы жоқ қой қазір Германияда. Ундав байқұсты денесі мен сияқты екен, топ-томалақ кішкене етті жеңді екен кішкене. Бірақ үш голын соғып берді, бірақ ары қарай шешуші сәттерде команданы жетіле алған жоқ. Сондықтан мен заңдылық деп қабылдаймын бұны. Сол 2017 жыл бұл нәрсе басталды деп есептеймін, және содан әлі арыла алған жоқ. Қазір енді көпшілігі Португалия мен Аргентинаның финалын көргісі келіп жүргендер бар екені байқалады. Жеребе тарту рәсімі де соған сәйкестендіріліп жасалды деген бір сыбыстарды естідім. Бар шығар енді. Дәл қазіргі жағдайды қарайтын болса, Португалия тек Аргентинамен финалда ғана кездесе алады екен. Бұл сіздің ойыңызша қаншалықты шындыққа жанасын? Болса бола берсін, маған келіп кетер ештеңесі жоқ. Маған келіп кетер нәрсе осыдан кейін Мессиде, Роналдуда футболды қою керек деп есептеймін. Неге? Өйткені басқалардың бәрін көлеңкелеп жатыр да. Өйткені екеуі де мықты ғой, өте мықты. Екеуі де мықты. Енді біз сияқты Марадонаны көріп өскен адамдарға, Маттеустерді көріп өскен адамдарға, Роберто Баджоны көріп өскен адамдарға Мессилер онша таңсық емес бізге. Өйткені біз олардың қандай жағдайда жүрген, қазіргі инфрақұрылым мықты емес, медицина мықты емес кезде олардың қандай ойнағанын көрдік қой мысалы үшін. Марадона деген жоқтан бар жасайтын адам болды. Ол кезде сендер өмірге де келмедіңдер ғой, біз көрдік қой. 86 жылғы әлем чемпионатында оның берген пасы, мен сол кезде 8 жастамын, 6 жаста екенмін. Жоқ, 8 жаста екенмін. Сол пас әлі есімде, мысалы Бручаға шығарып берген пас. Өткенде қайталап көрсем, әрбір деталіне шейін есімде екен сол. Соны мысалы үшін. Соларды көрдік қой. Сол Марадонаны көрген адам ғой мысалы үшін. Месси аса таңсық емес, Криштиану Роналду аса таңсық емес, бірақ футболға сіңірген еңбегі тұрғысынан алсаң, Криштиану Роналду әлем чемпионы болса екен деп ойлайсың. Бірақ бір есептен кәдімгі суға қылға салсаң, екеуің де осы әлем чемпионатынан кетіңдер балдар. Ана кейін шықсын, ана Мбаппе ерлігін жалғастырсын. Қаншама адамның жолын сендер тежеп жүрсіңдер дегіңде келеді да. Сөйте тұрасың да өзіңді 48 жасында әлі комментатор болып жүргеніңді ойлайсың да. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар ғой дейсіз. Қалай дегенмен сіздің айтқаныңыз бір бөлек, жастардың айтқаны бір бөлек, әркімнің өзінің орны. Жоқ, қазір ешкім тыңдамайды, рахат. Әркімдікі өзінің ақиқат, рахат осы мына әлеуметтік желілердің бір нәрсесі сол. 17 лайк жинасаң болды, сен өзіңді данышпан сезіне беруіңе болады. Енді әлгінде жаңа айтып өткендей бастапқыда Қазспорттың жұмыс істеп жатқаны да бір бәлен уақыт болды, иә. Өзінің бір көрермен қалыптасып үлгерген телеарна. Өзінің миссиясын қаншалықты сіздер құрған бастапқыда? Біз құрған кезде техникалық мүмкіндік нашар болды. Нашар емес енді, бірақ сай болмады ғой. Мысалы біз сол кезде бір футбол түсіру үшін, мысалы Қазақстан корпорациясы сол кезде білім мәдениет дейтін арна болды, соғанда түсіретін, қазіргі Абайға түсірген сияқты, Қазспортқа түсіретін, Қазақстанның өзіне түсіретін деген сияқты, 3-4 арна, Балапанға түсіретін мысалы үшін. Сол босаған кезде ғана алатынсың да мысалы үшін. Қазірде бір қаншалықты мүмкіндігі барын білмеймін, бірақ бәрібір Қазспорт өзінің еншісін алды қазір. Өйткені бүкіл ірі турнирлер сол жерден көрсетіледі, және миссиясы да солай болатын, оның солай болуға тиіс болатын. Сондықтан Қазспорт өзінің миссиясын атқарып жатыр деп есептеймін, және Құдайға шүкір деп айтайық, біздің Қазақстанның ұландары қай жерге барып сынға түссе де міндетті түрде көрсетеді. Ол Азия ойындары болсын, ол Азия чемпионаттары болсын, ол халықаралық жарыстар болсын, гран-прилер болсын, бәрін көрсетеді. Одан артық не керек бізге? Біз өзіміз ештеңе тындырмай жатып, жұрттың керемет таутын көріп тастағанын қалаймыз. Өзіңде үлес қос, өзің ең болмаса тіпті ештеңе үлес қоса алмасаң да сен білімді адам бол. Салыстыра алатын білімді адам бол. Сен Есейдің әкесін, шешесін боқтай берме отырып. Олардың ешқандай жазығы жоқ. Есейдің өзін боқтай берме, оның ешқандай жазығы жоқ. Сен миыңмен салыстырып көр, басқа ештеңе тілемеймін мысалы үшін.
ал Қазспорт ол өзінің миссиясын әбден атқара да береді. Қазіргі Нағи бастаған жігіттер, Әділет мысалы жігіттер қалай қатты еңбектеніп жатыр. Оны ешкім көрмейді олардың еңбек. Ол эфирге жалт етіп шығу бар, біз сияқты сөйлеп кету бар. Ал оның ар жағында қаншама мысалы Бердікей сияқты анау кім жігіттер дыбыс режиссерлерінің еңбегі қанша мысалы үшін. Келісімдер қаншама. Ой, келісімдер қанша. Мысалы бір трансляцияны сатып алу үшін қаншама жүк кетеді мысалы. Қаншама ресурстар кетеді. Оны ешкімге түсіндіре алмайсың ғой мысалы үшін. Сондықтан ол жігіттердің еңбегі жана берсін деп есептеймін. Сол жерде бір кішкентай өзімнің қызым іспетті қыздар ма, Айнұрлар бар, Қарлығаштар бар. Түннің бір уақытында барсаң, солар режиссер болып эфирде жүгіріп жүреді, шапқылап жүреді. Риза боласың мысалы үшін. Ал олардың еңбегін ешкім көрмейді ғой, көрдің бе? Эфир сыртында қанша еңбек жатыр. Сондықтан солардың да бір шіркін-ай, Қазспорттың өркендеуі олардың да өркендеуі, көрдіңіз бе? Сондықтан солардың бәріне мен осыны пайдаланып рахмет айтып қояйын. Өзіңіз әңгіме барысында айтып отырсыз ғой, осыны әлем чемпионатында бізді іздеп бастайды дегендей. Сондай ғанда осыны Европа чемпионаты болсын, әлем чемпионаты сияқты жарыс кезінде көпшілік Ермұхамед Мәуленді іздейді. Жалпы Ермаштың эфирге оралған дұрыс па? Енді ол өзі біледі ғой. Оған мен төреш бола алмаймын ғой. Ол Ермаштың өзі оралғысы келе ма? Ол қалай кетіп қалды? Оны мен Алматыда жатқан адам мысалы үшін бұл жердегі Астанада не жауап болып жатқан. Ермашты іздеуі демек халықтың оны қажетсінетіні. Халыққа Ермаш сияқты эфирде сөйлейтін адам керек деген сөз мысалы үшін. Сондықтан ол мен халықтың қалауына қарсы тұратындай мен супермен емеспін мен. Және Ермаштың да белгілі бір дәрежеде үлкен аудиториясы барын да білемін. Және ол қазақ футбол деп шырылдап жүретінін де білемін. Және осы журналистикадағы осы бағытты кәсіп қылып алды ма, олар соның түбіне жетіп жатыр. Қазір подкасттар ашып жатыр, бір естеліктер айтып жатыр. Мысалы Ермаш бәріміз Черногорияға барған сапарымызда Ермаштың айтуында тыңдадым. Былай қарасаң өте бір қарапайым сапар болған сияқты еді. Біз ол кезде Амангелді марқұм көз тірі, Амангелді бар, жаңағы марқұм болып кеткен Женя Гайдамакин бар, бәріміз бірге барғанбыз. Қарапайым сапар болған. Ермұхамед соның майын тамызып әңгімелеген кезде шынында да сол жерде мен болдым ба болмадым деп ойлап қаласың да. Ол адамның қасиеті ғой мысалы үшін. Ол жеткізді соны. Жеткізді. Біз неге қонақ үйге кірсек, өзімізше ағылшынша сөйлеп жатсақ, сіздер қазақстандасыз ба деп орысша сөйлейді де, бір сөйтсе Украинаның келіншегі екен ана. Соған Ермұхамед түрлендіріп айтқан кезде мен айттым, ол қарапайым қонақ үй, бірақ демек әңгімеші мықты. Сөйтіп айтып жатырмыз. Ол аудиторияға керек, көрдіңіз бе? Сондықтан аудитория қажетінсе мүмкін Ермұхамед те ойланып қалған шығар. Ол мен қандай оқиға болған, қандай жағдай болғанын білмеймін ғой. Ең бастысы Ермұхамедтің өзіне керек бұл. Осындай мысалы енді жасыратын ештеңе жоқ. Егер менің жағдайым жақсы болып, бай болып тұрсам, мен комментаторлықты қажет етпес едім. Өйткені ол менің табыс көзім, адалынан табыс көзім. Ешкім маған комментаторлықтың табатын ай сайынғы 200-300 мың теңгені қалтама салып бермейді, асып кеткенде. Ал мен сол кішкентай балалардың боқтығын естіп жүрген маған жақсы қойды естірмін, жасым осыған келген кезде. Егер жағдайым жақсы болып тұрса, мен комментаторлыққа мүлде жыламай кететін едім, көрдіңіз бе? Қадірімді кетірмес едім былай айтқан кезде. Жаңағы әңгімемді жазып, қазір жазып жатқан дүниелерімнің түбіне жетіп отыратын едім, көрдіңіз бе? Түн ұйқымды төрт бөлмей. Мұның бәрі санам тұрмыс білейді деген нәрсе ғой. Оны ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Комментаторларға төленетін ақы. Ол енді өте ауыр тақырып бұл. Мысалы өзіңнің айлығыңнан тыс бір қатты кеткенде 300 мың теңге табуы мүмкін ай сайын. Ол эфир көп болса. Әйтпесе сол 150 мың, 170 мың теңге қосымша ақша қалтаңа түсіп тұрады. 7-8 эфирден мысалы үшін. Ол да қалтаңы теспейді. Мысалы бір квартплатаң төлесең де мысалы үшін. Сондықтан бірақ байымайсың. Сондықтан құрметті көрермендер, біздің даусымызды естіп жүре тұруға тура келеді сіздер. Ермұхамед Мәулен демекші, өткенде бір подкаст шықты ғой, сонда бір қатты талқыланып кеткен әңгімесі бар, ол кландарға қатысты. Қазақ футболындағы. Қазақ футболында бірнеше клан басқарады дейді. Қазақ футболын жалпы. Сіз қалай ойлайсыз? Және олар бірігу керек дейді. Олар бірге ала ма? Дұрыс айтып отыр Ермұхамед. Бірікпей, саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейді ғой. Сондықтан өте дұрыс нәрсе айтып отыр. Бірақ мен сол кландарды онша танымаймын. Өйткені Ермұхамед сияқты ішінде болған жоқпын ғой мен. Және сыртынан долбар жасағым да келмейді, өтірік айта салғым да келмейді. Ермұхамед біліп айтып отыр оны. Өйткені ол өз ішінде істеді ғой. Және жасыратын жоқ. Осы қаншама жыл бойы футбол біздің мемлекетте сауын сиыр болды ғой. Анау келіп бір сауып кетеді, мынау келіп бір сауып кетеді. Легионерлерге бүкіл, мысалы, қазір Құдайға шүкір Астана аренамыз бар, Алматыда құрылыс басталады деп жатыр, Ақтөбеде басталды, Ордабасы салып жатыр деген сияқты, Ордабасының алаңы салынып жатыр деген сияқты, Көкшетау қолға алынып жатыр, Қайсар арена бар деген сияқты. Бізде сонда 30 жылға жуық уақыт бойы ақшаның бәрі тек далаға кетіп жатқан ғой мысалы. Мысалы, осы бала шағаммен Түркияға барып жатырмыз.
демалуға жазда. Бір жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба. Күндіз ұштық әйтеуір жақсы. Сөйтсек, әрбір көзге түскен қалашықта бір футбол алаңы көрінеді екен. Футбол алаңы бірден көрінеді ғой, төбесінен қарасаң. Қанша биіктікке кетіп барсың, көзің сүйсінеді да. Жаңа мен балам да футболдың жанкүйері, үлкен балам. Ілияс қарашы деймін, ана стадионды қарашы, мына стадионды қарашы, көзге бірден ұрады екен да ол. Көрдіңіз бе? Мақтанатындай екен де, инфрақұрылымы. Бізде сол инфрақұрылым дұрыс болмаса, ол футболдың қайда мықты болады. Ал анау келіп бір тонап кетіп, мынау келіп бір тонап кетіп жатса, мысалы, сен анда-санда бір шыққан таланттарың қай жыртығыңа жаман болады, мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан бізде ең бірінші сол. Қазіргі, мысалы, футбол федерациясының осы мемлекет басшысының тапсыруымен сөйтіп жатқан маған ұнайды негізі бар ғой. Онсыз болмайды. Біз 30 мың адам сиятын Астана аренаны маңдайға баса бермеуіміз керек. Мысалы, күн суып еді, мысалы үшін Астана қайда барарын білмей қалды. Астана арена ремонттаған кезде. Былтыр қатты күн суып еді, Алматы, Қайрат Астанаға келіп ойнады, бірақ жанкүйерлер аз болып қалды, көрдіңіз бе? Сонда әр қалаға өзінің мықты инфрақұрылымы керек, мысалы үшін. Сондықтан және мен 7 мың, 8 мың деген стадиондарды түсінбеймін. Әдейі Түркістан аренаға барып көрдім. Мына екі жағынан азынап тұратын жел бар, Түркістанға сквозняк жасап қойған. Түктен ұнаған жоқ маған, мысалы үшін. Қандай әдемі стадион, 30 миллионға сан. Тағы бір 4 бір жасағаннан кейін 4 мың адам сиятын екі жағынан 2 трибуна қоя салса, ешкім тақияңа тар келмес еді ғой, мысалы. Сондықтан Қайсар аренаға Нәлібаев мырзаның кәдімгі бүйтіп соны ескерді деп жатқан, бірақ Қызылордаға жасанды алаң салған әлі де онша түсінбей жүрген шыны керек қой. Премьер-лигадағы алғашқы айналымда аяқталды ғой. Осы айналымдағы ең жағымды тосынсый болған команда қайсысы болды? Маған Оқжетпес пен Ұлытау ұнап жатыр негізі. Тобыл кішкене минус жағынан. Тобыл осынша құлдырайды деп ойламап едім. Ұлытау, былай қарасаңыз енді, ол да әлгі әкімшіліктің күшімен пайда болған команда ғой енді. Әйтпесе еңбектеген команда 92 жылы ойнап, содан әумен болып кетті демей қояйық енді. Жоқ болып кеткен команда. Содан арасында бір тірілген уақыты болды. Бірақ қазір, мысалы, жап-жақсы. Бірақ мынандай нәрсе, мен кішкене адам ретінде ойланатын нәрсе, статистика жүргізгенде де соны жақсы қатты байқаймын. Қазақ футболының түлектер ойнау керек, легионерлерге бюджеттен ақша бөлім керек, заң қабылдады, бәрі дұрыс. Бірақ қазір қараңызшы, біздің командаларда легионерлер 9 команда. Жоқ дегенде 9 адам легионер шығады. Сонда сіздің қазір Қазақстан құрамасына шабуылшының жетіспей жүргенін, артқы жартылай қорғаушының жетіспей жүргенін, бәрінің проблемасы өзіне-өзі қалқып шыға келеді. Орталық жартылай қорғаушының жетіспей, бәрі легионерлер ойнайды. Бәрі легионер. Енді сен кімнен қайдан аласың, мысалы үшін? Жоқ адамды қайдан аласың? Сондықтан сен не істейсің? Сен жасы келген, 36 жасқа келген Малыйды шақырасың, амал жоқ. Сен Әлібек Қасымды шақырасың, одан басқа супер бізде орталық қорғаушы. Марычкиніңіз кетіп қалды, мысалы үшін. Не істейсің? Нұралы Әліпті шақырасың. Нұралы Әліп, мысалы, былтыр жарты маусым ойнаған жоқ Зениттің құрамында, көрдіңіз бе? Капитан болғанмен. Ол өте жақсы ойыншы, бірақ бәрібір ойын тәжірибесі деген рөл ойнайды ғой, мысалы. Көрдіңіз бе? Біздің проблема, біздің Қазақстан премьер-лигасында тұр, бетіне қалқып шығып тұр. Қанша түзетеміз десек те болмайды. Өйткені командаға ие болған адам қазір нәтиже талап етеді екен. Қазір осы мен команданы сатып алдым да, осы жылы чемпион болу керек деген нәрсе. Иә. Болашаққа да жұмыс істеп жатыр, енді ақырындап істейді ғой оның бәрі. Бірақ негізі ұлттық лига ұлттық құрамаға қызмет етуге тиіс қой. Осы нәрсе бізде кемшін болып жатыр бәрі. Ордабасы мысалға қазір топ көш басында, иә? Енді бір ойыны кем кішкене Қайраттан, соның өзінде де ұпай саны бойынша көш басында тұр. Бастапқы кезде де Ордабасының ойынына қатысты, жалпы төрешілікке қатысты көп деген сын айтылды. Ал қазір олар көшбасшыға лайық өнер көрсетіп жатыр ма? Қыза шапты ғой енді оларда. Оның үстіне Мартиннің де шегінетін жері жоқ қой. Былтырғы маусымда 7-ші орын деген ол Ордабасының жанкүйерлері үшін былай өте нашар, ауыр. Мартин осы жолы нәтиже көрсетпесе, әне есік дейді ғой, әне. Молдоваға кететін есік анау деп көрсетеді ғой, мысалы үшін. Сондықтан ол жанталасып жатыр. Сосын мына басшылық қазір келгенде команда біраз жасақталып қалған еді. Алекса Аманович, Натель екеуін ғана алып үлгерді ғой деймін олар келген кезде. Сосын қазір қалғандарын алып жатыр. Наумецті берді, мысалы үшін. Басқаларын да берді. Мысалы, Қалматовты Ертіске берді деген сияқты. Оның орнына ойыншылар шақырып жатыр, мысалы. Бьонсон деген шақырды. Бьонсон деген ол бұзып жарып ойнайтын біздің Қазақстан премьер-лигасында жетіспейтін шабуылшы былай айтқан кезде. Сондықтан Ордабасы осы бетінен кете берсе, шынында да чемпиондық жолы ашық па деп ойлаймын. Бірақ енді бәрібір футбол болжап болмайтын нәрсе ғой. Екінші айналымда мүмкін қандай жағдай болады, оны біз білмейміз, мысалы үшін. Екінші айналымда мысалы үшін Астана, мысалы үшін, мықты
әне міне инвестор келеді деп жатыр. Ол да күшейіп кететін шығар, қайдан білесіз, мысалы, иә. Оқжетпестің қазіргі ойнағанда кез келген командамен бәсекелесе алады. Сондықтан ерте бастан болжам жасамас еді, бірақ енді осы кеткеннен кетіп Оқжетпес пе еді, Ордабасы чемпионатынан кетсе, заңдылық қой деп те қабылдайсың ғой. Жаңағы ұлттық құраманың негізгі ойыншылары бірінші лигадан келу керек деген сияқты да әңгімелер айтылды ғой, өйткені бірінші лигада бізде легионер ойнауға тыйым салынған, иә, қазақ балалары. Бірақ қазіргі бәсекелестік ол Қайрат жастар мен Шахтердің арасында өріп жатыр. Тараздың бірақ жағдайы мәз емес. Негізі Таразда көшбасшылыққа таласады деген бір ой болып еді. Оны қайдан білесің? Қыз баланың өсіп айтқанда жаным сүйсінеді ше, шыны керек қой. Сіз қалай ойлайсыз, жалпы кімнің мүмкіндігі көбірек? Тараз Жалпы деңгей, бірінші лиганың деңгейі. Менің кәдімгі зерттеп жүрген тақырыбыма түсіп отырсыңдар деп қойыншы. Өйткені былтыр мына Оқжетпеске Дамир Марат кімдер келді ғой? Дәурен Жұматтар келді да шулатты ғой енді, иә. Сонда мен ойлап едім, осы бірінші лигадан келетін жігіттер осылар сияқты болу керек, кәдімгідей жаңағыдай ұлттық құрамаға бір жаңаша қосылатын тыныс болу керек деп. Сөйтіп екінші маусымда олар өзінің биігінен көріне алмай жатыр, өкінішке қарай. Мысалы, Ұлытау командасы, Елімай командасы, Жеңіс командасы бірінші лигадан премьер лигаға шықты ғой. Қазір сол құрамнан қадау адам қалса қалды, қалмаса олды. Созақ мезонар түгелдей жаңарып кетті. Елімайдың құрамы ол кездегі мысалы Абай Жүнісов деген ойыншылар, мысалы қазір тағы кім бар? Бірдекіл ойыншы мысалы. Қазір мен мысалы бірінші лигадан келіп осы жол тәуір ойнап жүрген бір екі шақ ойыншыны айта аламын. Арсен Әшірбек, ол екінші маусым өте тәуір ойнап жатыр. Биыл мысалы Саян Мұқанов деген жігіт, ол өмір бойы бірінші лигада жүрген жігіт. Қазір Оқжетпестің құрамында жақсы ойнап жатыр. Сосын Сағи Мәлгайдар деген жігіт, ол да қапталдағы ойыншы, оны ертіс алып болды қазір. Ұлытаудан өте жақсы. Мысалы осындай бір көрінбей жүрген жігіттер көрініп жатыр да қазір. Және сол бір маусымға ойнамай шіркін жарқырас екен деп ойлаймын да, мысалы үшін. Мысалы Мүслім Жұмат деген аса талантты бала бар, мысалы үшін. Ол да көрінбей жүр, мысалы үшін. Бір жалт етеді жоқ болады. Сосын жаңағы Бағдәулет Көңілім қос. Ол да мысалы үшін бірінші лигада жүрдік, биыл негізгі құрамға ілініп жатыр. Солар да бір көрініс екен деп ойлайсың. Каспийде мысалы бір Мейрамбек Серікбай деген бала бар, мысалы үшін, иә. Солардың бәріне мен сырттай тілдесіп жүремін де, бірінші лигадан келді, көрініс екен деп жүремін. Бірақ кішкене бір жалт етеді де жоқ болып кетеді. Оның бәрі. Мен де қазір сіздерге айтайын, Қазақстанда 100-ден аса гол соққан 16 ойыншы бар. Жақында Мұртазаев қосылды. 100-ден аса гол соққан 3-ақ легионер бар. Томасов, Бақаев, Мендес үшеуі ғана. 85 голға келіп тоқтап тұрған Сергей Хижниченко бар. Сосын 30 голдан асыра соққан Әлібек Қасымдар бар. Олар бір 10 шақты футболшы. Ал қалған 30-ға жетпеген бір голдан бастап 30 голға менде 100 адамның тізімі бар. Әрқайсының статистикасы менде. Сонда әрбір сол Қазақстанның футболшысы гол соққан сайын мен қуанып отырамын да. Кішкене биыл мысалы Жасұлан Әмір қазір 6 голды Қазақстан премьер лигасында соқты, 2-ін кубокта соқты. Бірінші маусымда 8 гол деген жаман емес, әлі де соғады. Мысалы былтыр Қарғадай Дастан Сәтбаев келе салды да, бір маусымда 20 гол соғып тастады мысалы үшін. Қазір 27 ме 28 гол бар мысалы үшін. Сондай нәрселер, сондай бір жарыққа тайған жас шырақтар сөнбесе екен деп ойлайсың да, ары қарай жалғастыра берсе екен деп ойлайсың. Мысалы бізде Айбар Жақсылықов, Оралхан Өміртаев, шабуылшы ретінде мойындалған Абылайхан Жұмабек сияқты ойыншылар ұлттық құрамаға шақырылған, Иван Свиридов, солардың бүкіл осы 10 маусымда соққан голдар 32-33 сондай-ақ голдар. Айналайын, кейініңіз бір маусымда 60 гол соғып жүргенде 30 гол деген 10 маусымда не болды мысалы үшін? Көрдіңіз бе? Сондықтан бізге жетіспейді осындай нәрселер. Зайнутдиновтың ұлттық құрама сапында гол соққан кезде біз шуладық қой енді. Межені орындады, рекорд жаңартты деп. Иә, сол кезде орыстардың күлгенін көргем Ресей премьер лигасында. Сонда сендер бұл бір маусымда соққан голы ма, голының саны ма, әлде жалпы ма деп. Жалпы екенін естіп. Бізде мерген шабуылшы жоқ қой. Амал жоқ. Жаңа Дастан Сәтбаев деп қалдыңыз ғой, аға, енді ол Челсиға жетті. Жаттауға кіріскенін көрдік. Бірақ Ислам Чесноков Хартстан қайттан келді. Қалай ойлайсыз, жалпы біздің футболшылардың Европада тұрақтай алмай қалып жатқанына не себеп? Ол оған ешқандай ренжудің қажеті жоқ. Олар первопроходцы, алғашқы қарлығаштар ғой. Болады ондай нәрселер. Ол мысалы сен барып супер футбол державасына айналып кете салмайсың ғой, Чесноков бар да, Сәтбаев бар деп. Оның бәрі мысалы бізден тәжірибесі әлдеқайда мол, әлем чемпионатын өткізген Ресейдің өзінде қазір Ресейдің өзінің бір Европада супер командада ойнайтын Головина бар. Басқа кім бар мысалы? Иә? Басқа ешкім жоқ мысалы үшін. Анау Миранчуктарға сенім артып еді, Миранчук Америкадан бірақ шықты мысалы үшін.
екінші Антон Миранчук Швейцарияға барып қайтып келді мысалы үшін. Чалов деген қақпашысы Грекияға барды. Кім? Сафонов. Сафонов, ол да кейінгі кездер. Және Сафоновты былай 2 рет чемпиондар лигасын жеңіп алды деген күннің өзінде биыл ғана ол екінші маусымның екінші жартысынан бастап негізгі қақпашыға айналды. Ал футболдың өлшемімен алған кезде ол әлі де супер болып есептелмейді ғой. Әлем жоқ, әңгіме жоқ, чемпиондар лигасының финалында ойнады. Бірақ өткізген ойын санына қарасаң, мысалы әлі де ол PSG-ның супер-мупер қақпашы деуге келмейді мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан қарсыдан қайтып келген мен ешқандай да исламның қателігі деп ойламаймын. Ол қайта көрді, барды. Ол жақтың футболының бізден әлде қайда мықты атлетизмге сүйенген сұмдық мынандай былай айтқан кезде жұқа ойыншыларды кәдімгідей қатты шыңдауға тиіс екенін ұқтырды. Сондықтан бұл Чесноковтың мұнысы бізге пайда болады ертең. Дастан Сәтбаевқа бәріміз тілеулеспіз. Бірақ оны ертең тағы да жалға беріп жібермей ме деп қорқасың да мысалы үшін. Бір кішкентай командаларға беріп, сонымен кішкене жүнін жығып тастамай ма деп те қорқасың мысалы үшін. Сондықтан мысалы бізде ең ұзағаны, ең супер командада ойнады деген Бахтияр Зайнутдинов қана ғой, мысалы Бесикташта ойнады, Түркияның супер командасында ойнады. Бірақ оның өзінде мысалы үшін біресе орталық қорғанысқа қойды, біресе қапталға қойды, берекесін кетірді. Жарақат алды одан. Сөйтіп ақырында Бесикташтың өзінде 10 бапкер ауысты ма, керек болмай қалды мысалы үшін. Ол адамның тағдыры деген қиын ғой, болжап болмайсың да мысалы. Осы жерде ең керемет болуы мүмкін деп тұрасың, бірақ барған жеріңде береке болмауы мүмкін мысалы үшін. Сондықтан тілеуін тілейік бәріміз. Тілеуін тілейік. Ол Дастанның тілеуін тілейік. Ол біздің маңдайымызға өткен жұлдыз болуы мүмкін мысалы. Мен осы тұрған кезде кішкене Бауыржан Исламханның спорттағы ғұмырына кішкене қатты ішім ашиды. Қандай талант енді. Ол Әлайынға барды, Әлайын бұны допинг қолданды дегеннен кейін бір қорғаған да жоқ тіпті бар ғой. Тіпті қорғаған да жоқ. Ұят қылды біздің сонда. Ал қазір енді ғана формасына еніп келе жатыр. 2 жыл керек болса формасына ену үшін мысалы қарасаңыз. Бірақ уақыт тұрмайды бір орында. Иә. Ол жасы 33-тен асты, ол енді қиын ол Бауыржанға ше ол. Қазір ұлттық құрама деңгейінде өнер көрсеткеннің өзі бізге олжа болады, көрдіңіз бе? Адам Бауыржан қандай еді мысалы үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан ешкімнің алдына шығып келген жоқ. Ешкім өзінің болашақта өмірі қандай болатынын білмейді. Ешкім өзінің қалағандай өмір сүре алмайды. Сондықтан бұл жерде мен осы өзімнің бауырларымды мына футбол жанкүйерлерін тілеулестікке шақырудан басқа амалым жоқ. Тілеулес болыңдаршы. Жаман сөз айтам десең табылады. Жаман сөз айтатын себеп табылады. Кез келген адамды сынап тастауға болады. Бірақ тілеулестікке жетпейді екен да. Біздің өз ұлт ретіндегі нәрсеміз сол ғой. Біз мысалы кім Геннадий Головкин десе қазір бәріміз өлеміз. Өйткені ол Қазақстанның аты шығарды. Жәнібек Әлімханұлы допингте бәріміздің жанымыз ауырды мысалы үшін. Бірақ Жәнібектің оралуын қатты асыға көтерді. Өткенде аяғы сынып қалған Асу Алмабай ана біреуді қайтадан келіп сабмишнға алып қылқындырып тастап еді. Бәріміз төбемізге көк жеткендей қуанып отырмыз. Ана кім еді ана? Шафқат жарақат алып әлі шыға алмай бәріміз алаңдап жүрміз да мысалы үшін. Әйтпесе олардікі олимпиадалық спорт түрі емес, соншалықты алаңдайтын, өздерінің ақшасын тауып жатыр деуге болады. Бірақ ар жағында біздің тілеулестігіміз тұр ғой ұлт ретінде. Өйткені мына ұзақ жыл езгіде болған халықтар осындай нәрсе арқылы, осындай жеңістер арқылы өседі екен. Иә, өзіне деген сенім артады екен, көрдіңіз ба? Бізге осындай жеңістер керек. Мысалы, сіздер сезінбеулеріңіз мүмкін, бірақ 2000 жылғы олимпиадада 4 қазақтың финалда ойнауы біздің ұлттың рухын сұмдық көтерді ғой. Сонда қазір мысалы қарқадай журналистер тұрып, ана Ермахан Ыбырайымовты күлкіге айналып отқан менің жыным келеді. Сендер соның ерлігін көрген жоқсыңдар ғой. Жоқ жерден бізге Бекзат екеуі қандай алтын алып беріп еді бізге. Қалай біздің рухымыз көтеріліп еді. Сендер сол рухпен дүниеге келген баласыңдар ғой деп айтқым келеді, бірақ ешкімге түсіндіре алмайсың да оны. Ал Ермахан деген ол алды бар, арты жоқ, ол батыр жігіт қой ол. Ол айта салуы мүмкін, ол ешқандай жаман ой ойламай. Бірақ өзінің маңдайына тию мүмкін да мысалы. Ол Ермахан деген ұлттың байлығы ол бар ғой, былай айтқан кезде. Оның өмірінде бір әрине бір қателіктер, бірдеңелер болып жатқан шығар, бірақ мен айтар едім, кеңшілік керек бізге, түсіністік керек бәрібір. Көрдіңіз бе? Сонда өсеміз ұлт ретінде. Біз өспей болмайды. Біз біреудің жасап берген телефонын, біреудің құрастырып берген айфонын риза болып жүре бермеуіміз керек. Өзіміз жасампаз ұлт болуымыз керек. Аға, енді егер бүгін Қазақстан футболын өзгертетін мүмкіндік берілсе, ең бірінші қандай 3 мәселені қолға алар едіңіз? Инфрақұрылым, сосын балалар академиясы, сөзсіз болсын болмасын балалар академиясы, сосын қаржының ақтығы. Мүмкіндік болса, соны тексертіп отырса шіркін, мына тиын қайда кетті деп. Өйткені мемлекетті сауын сиырғыла беруге болмайды. Мен сауайын мемлекетті, сен сау, ол саусын. Бұл Қазақстанда сонда не қалады мысалы үшін? Иә? Сондықтан бұл біздің мемлекет. Мен осы тұрғыда мемлекетшіл деген сөзді жақсы көремін да. Бірақ мемлекетшіл тұлғалар аз болады екен негізі бар ғой. Мемлекетті ойлайтын, соның отымен кіріп күлімен шығатын,
сондай бір адамдар аз болады екен, бірақ сол аз миллион адамға татитын еңбек істейді екен да, бүкіл қоғам соның еңбегінің арқасында былай жүреді екен. Сондай бірде мысалы жер бетінде 8 миллиард адам бар дедік қой, иә. Сол 8 миллиард адамның бір 200 мыңы дейінші руханиятқа қызмет етсе, сол 8 миллиард адамның жүгін көтереді. Мысалы үшін Габриэль Гарсия Маркестің мысалы 100 жылдық жалғыздығы. Мысалы сен Латын Америкасында жатқан айдаладағы бір елдің жазушысы мысалы, бүкіл әлемге қызмет етіп отыр. Шыңғыс Айтмат мысалы, кішкентай ғана Қырғызстанда туған Мұхтар Әуезов мысалы, иә. Бітті ғой, сен руханиятың, әлемдік руханиятқа сен көшіне қосылып кеттің болды. Мысалы менімен жасты Нигерияның жазушы қызы бар, қызы демей ақ қояйын, әйел ғой енді. Соның половина желтого солнца, сосын Американка деген 2 романын оқыдым. Сұмдық романдар екен, мынау бар ғой. Сұмдық енді. Сонда мен сол Нигерияда сөйтіп жазылатын адамдар бар деп қабылдамаппын. Сөйтсе өзімнің астам көңілім екен де ол. Ана половина желтого солнца деген бір Нигерияның ішінен құрылған бір мемлекеттің тарихы туралы. Соны сол шамамен 40 жасында жазған сол роман ше. Қандай мықты роман. Ол былай айтқанда сен сол езгіде жатқан қазір 60-70 миллион, 120 миллион халық бар ғой Нигерияның. Сол халықтың неге сондай күйге түскенін түсінесің да, жаның аяп кетеді да. Сосын екінші дүниедегі дамыған емес екінші дүниедегі елдер бар ғой, сол дамыған елдерге қызмет етуші. Солар қашан еңсе көтереді деп бір адамзаттық проблеманы ойлап кетесің да. А соны маған ойландырып отырған сол бір жазушы мысалы үшін. Американ деген жазушы несі романы бар. Сонда Америкаға барып жұмыс істеген негр қызының тағдырын алады. Сонда бір сұмдық эпизод бар. Бүйтеді андай Англияға барған жігіт, негр жігіт, зәңгі жігіт, сол бірте-бірте Англияның азаматтығын алады, сөйтіп бір кезде біздікілер деп әңгіме айта бастайды. Ағылшындады ше. Біздің құрама осындай жеңді деген сияқты. Біздің регбишілер осы жол басты. Ал Нигериядан барған туыстарына ол сұмдық одағай көрініп тұрады да. Демек ол ана өзінің өткенінен арылуға тырысады, мына қоғамға кіруге тырысады. Бірақ екеуі де оны қабылдамайды да. Трагедия ғой адам трагедия. Соны анау романда қалай береді, көрдіңіз бе? А соны сен былай айтқанда сен сол ең құрмаса сондай бір бүкіл қоғамды ақтарып төңкеретін дүние тындырмай ақ қой, ең құрмаса оқырманы бола білші, басқа ештеңе керек емес та. Сен сонда түсінесің мысалы. Сондықтан мен жаңа өзім былай аса нашар оқырманмын деп ойламаймын. Сондықтан жаңағындай тілі тиіп жататын адамдарға кішкене кеңірек қарайтын да сол. Түсінікті аға. Әдемі әңгімеңізге рахмет, көп уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет. Кішкене философия соғып кетті. Жоқ, дұрыс ойлар айтылды деп ойлаймыз. Рахмет уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Студиямызға Студиямызға әрдайым келіп тұрсыз, иә. Алла берсін.